Бүгінгі біздің тақырып Әлихан Нұрмұхамед Бөкейханұлы. Әлихан Бөкейханұлы 05.03.1866 жылы Қарқаралы уезі, Семей облысы, Дала өлкесі, 27.09.1937 жылы Мәскеу. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының, қоғамы мен мемлекет қайраткерлерінің қатарында аса ерекше тұлға болған. Әлихан Бөкейхан көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы болған. Ол жайлы фильмдер: 1994 жылы Алаш туралы сөз режиссері Қалила Омаров, 2009 жылы Алашорда режиссері Қалила Омаров. Әлихан Бөкейханның әкесі Нұрмұхамед Мырзатайұлы Бөкейхан, анасы Бегім Дулатқызы Бөкейхан болған. Ал Әлихан Бөкейхан 27 қыркүйек 1937 жылы 21 жасында Мәскеу, Ресей КВСР жерінде қайтыс болған екен. Назарларыңызға рахмет.